Сәлеметсіздер ме, балалар? Жақсы, отырамыз. Тамаша. Балалар, бізде қазір қай сабақ? Әдебиет оқу сабағы екен, иә? Ал ондай болса, балалар бір-бірімізге жақсы көңілге сыйлайық, біз ортамызда ынтымақтастық ортасын құрып алайық. Ондай болса, бастаймыз. Қандай тапсырма берілді екен? Қандау қатын тәлімін мен өздері бірігіп, автор және де Төле би және де кімді? Қоңқа бидің образдарын қайтеміз көрсетеміз дейміз. Дайынбыз ба? Кімдер бірікті? Келеміз. Біріккен топ. Жақсы. Келеміз. Төленің учаскесі, төле мал бағып жүріп, анадай жерден бір салапты аттылар шығады. Аттылардың ортасындағы ақсақалды Қоңқа би екен, оның жасы 70-ке таяп қалған. Анау, жарты жерді алып жатқан кімнің жылқысы балам? Ол, Әлібек бидің жылқысы. Ал анау іздеп тұрған кімнің жылқысы? Ол, Жыланкөз байдың жылқысы. Біз де сол Жыланкөз байды іздеп кетіп бара жатырмыз. Мен де сол анауды мен шаруаларым болған. Мен сендерден ілесіп барайын. Олар жол жүреді. Олардың алдынан көп жылқылар шығады. Ата, мынау кімнің жылқылары? Ол Мұсапсыз байдың жылқысы. Ол қандай Мұсапсыз бай? Ол малды жия берген. Жетім жесірге де бермеген. Сөйтіп олар сақ жол жүреді. Олардың алдынан егін шығады. Ойпырмай, атай. Мынау кімнің егіні? Бұл қайырсыз байдың егіні. Қайырсыз бай деген кім? Қайырсыз бай. Бұл еңбекті, бұл өзі еңбек етпей, үйінде өзі рахаттанып жатып, елге істеткен. Ол өзі көп пайда көріп, келесі жылы 2 есе адам жалдап, пайдасын көріп, рахаттанып жатқан еді. Сонда Төле би өзін сол жолда Қоңқа бимен кездескені үшін қуанады, және Төле би Қоңқа биді өзіне ұстаз тұтқан екен. Жарайсыңдар балалар, қайтып қояйық, бәріміз. Жарайсыңдар, керемет. Түсінікті болды ма бәрімізге? Тағы біріккен бір топ тыңдап жүрейік, көріп жүрейік. Ең бір қыздар екен, Айзере, Дәрия, Аяғы. Төленің жас келді. Жотада мал бағып жүрсе, анадай шақта 5-6 аттылар кетіп бара жатады. Орталарында ақ сақалды Қоңқа би деген жасы 70-ке таяп қалған кісі екен. Бала, анау тұрған кімнің малы? Ол Әлібек байдікі. Ал анау езделіп тұрған жылқы кімдікі? Жыланкөз байдікі. Біз де сол Жыланкөз байға іздеп бара жатыр едік. Мен де сол жерге бара шаруам бар еді. Сіздермен ілесіп барайын. Олар кетіп бара жатса, алдыларынан көп жылқылар шығады. Ата, бұна жылқылар кімдікі? Бағым, сол Мұсапсыз деген байдың жылқысы. Мұсапсыз деген қандай бай? Ол малды жия берген. Жетім жесірге де бермеген. Олар жүре беріп, қалың егіннің үстінен түседі. Ата, бұна көзі жауын алып тұрған егін кімдікі? Балам, бұл қайырсыз байдың егіні. Қайырсыз бай ма? Ені қандай ата? Ол егінді жырттыру үшін пәлен адам жалдатты. Және жұрт астық таппай қиналған кезде қымбатқа сатты. Сөйтіп үйінде
қабиді? Қабиді ұстаз бар. Иә. Өзіне ұстаз тұтқан екен. Жарайсың бәрі қыздар. Қошеметтеп қой. Жарайсың. Ондай болса балалар, осы өткен сабақты бекіту үшін біз сұрақ бізде, жауап сізден әдістерін қолданамыз. Міне тақтаға қарайып, үлгілі сұрақтар тұр, соған жауап берейін. Бірінші сұрағым Төле бидің өмірінен кім мәлімет келтіреді? Төле биден. Кімдер? Күтсезім. Төле би шамамен 1663 жылы дүниеге келіп, 1756 жылы дүниеден озды. Би шешен. Төле би қазіргі Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Қазақ жеріне жоңғар басқыншыларын құтқаруға атсалысқан. Төле бидің кесенесі өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкент қаласында орналасқан. Ташкент қаласында орналасқан екен кесен. Айзере келе ғой. Төле би шамамен 1663 жылы дүниеге келіп, 1756 жылы дүниеден озды. Төле би шешен, қазіргі Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Қазақ жерін жоңғар басқыншыларынан құтқаруға атсалысқан. Төле бидің кесенесі өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкент қаласында орналасқан. Жарайсың, Айзере. Тамаша. Төле би шамамен 1663 жыл дүниеге келіп, 1726 жыл дүниеге озды. Би шешен. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Қазақ жерін жоңғар басқыншыларынан құтқаруға атсалысқан. Төле бидің кесенесі өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкент қаласында орналасқан. Жақсы, иә? Жеткілікті ма дерек? Жарайсыңдар, Төле бидің шешенік сөздерінен үзінді. Кім Төле бидің шешенік сөздерін біледі? Я Бекжан. Атадан ұл туса игі, өзі біліп тұрса игі. Ата жолын қуса игі, жаудан қайтқан немені. Өзіне келер ұятын ортасынан қуса игі. Жарайсың, керек. Ал енді Төле бидің қарлығаш би атануы. Не үшін қарлығаш би атаныпты? Білеміз ба? Алайнас. Аңыз бойынша жоңғарлар шауып, ауыл адамдары тастай қашқан. Осы уақытта Төле би ғана шүтінін бұзбастан орнында қалған. Ауылға баса көктеп кірген жоңғар қонтайшысы түтін тұтатқан жалғыз үйді көреді. Ел үдерсе қашқанда кім өзінен қорықпай отырған адамды білмекке адам жібереді. Сонда жоңғарлар үйге баса көктеп енген жөн шаспастан жауабын алмаққа дүрсе берген екен. Сонда Төле би өздерінің жөн шаспағандықтарын айтып бір тұртқады. Және де екіншіден өзінің не үшін кетпегенін айтып тұтқады. Тағы тұқыртқан екен, Сонда ол өзінің жұртпен бірге не үшін сауғалап кетпегенін былай деп түсіндірген екен. Биыл шаңырағыма бір қарлығаш ұя салған еді. Балапандарын қанаттағанша үйімді бұзбаймын деп шештім. Жау жағадан алды екен деп ұяны бұздым, балапандарды шыңдатқым келмеді. Сендердің де үйлеріңді ойран етіп
бала шағаларыңды шырылдатса, өздеріңе жақсы болар ма еді? Төле бидің осы жауабын естіген Қонтайшы жоңғарларға ол Төле биді әулие деп таниды. Ол Төле бидің шаңырағына да, ол отырған ауылға да шабуыл мүлдем жасамасын деп бұйрық береді. Сонда сол кезден бастап Төле би Қарлығаш әулие атанған екен. Жақсы, керек түсінікті ма? Қарлығаш би деп неге атанған түсінікті болды? Енді Төле би қай жүздің биі екен? Төле би қай жүздің биі? Несібелі? Төле би ұлы жүздің биі. Жарайсыңдар. Өткен сабақты бағалау бәріміз жақсы түсінген екенбіз. Сендердің енді алдарында бағалау парағы бар, бәрімізде. Тұр ма балалар? Бүгінгі біз сабақты әр тапсырмаға, мен үй тапсырмасын жауап берген, үй тапсырмасы бойынша 1 баллық жүйемен бағаладым. Қазір сабаққа қатысып жауап берген балалар 1-1 балдан алады. Соны бағалау парағы болады. Әр тапсырмаға кім қанша балл алды, соны қайтеміз, қоямыз да сабақтың аяғында өзімізге не жасаймыз, бағалау жасаймыз өзіміз. Қанша балл жинадық, яғни бұнда 9-10 балл өте жақсы білесіңдер, 7-8 балл жақсы, 5-6 балл талпын. Соған байланысты біз осы тапсырмаларға байланысты бағалауды жүргізіп отырып, соған ұпай алып отырады екенбіз. Мен үй тапсырмасына қатысқан. Бірінші үй тапсырмасы деген жерге қайтеміз. Енді балалар сендермен таратқанша суреттер сөйлейді әдісі. Тақтаға қараймызда не болжауға болады, соны ойламайды балалар. Не болжауға болады? Не болжауға болады? Осыған қарап, суреттер сөйлейді айдары бойынша болжайық. Ал суреттер сөйлейді бойынша кімнің қандай ойы бар енді ортаға салайық? Айзере? Адамның қасиеті. Адамның қасиеттері туралы екен, Қандай адамның қасиеттерін білеміз? Несібелі? Үлкендерді сыйлау. Несібелі? Кішіге қамқор болу. Қандай болу бір адамның жақсы қасиеттері, азамат? Үлкендерге көмектесу. Үлкендерге көмектесу, тағы? Үлкендерге ізет көрсету. Ізет көрсету. Тағы да адамның қандай жақсы қасиеті? Мейірімді болу, тағы да? Адал болу. Достықты сақтау. Осының бәрі адамның қандай қасиеттері жатады екен? Адамның адами қасиеттері жатады екен. Ондай болса қазір балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Адами асыл қасиеттер. Бүгінгі сабақта мақсатымыз балалар. Өз ойымызды қайтеміз, мәтінмен салыстырамыз, қатемізді тауып түзетеміз. Ондай болса қазір балалар сендерге бір бейне материал ұсынамыз сендерге. Сол бейне материалды бәріміз қайтеміз көріп, дұрыстап тыңдап көріп аламыз. Қазақ би шешендері алтын алаштың тату тәтті ақ жарқын заманда өмір сүруін аңсап өтті. Кеңес тарихында қазақтың төле би, аз дауысты қазыбек, әйтеке билерінің орны ерекше. Олар өз дәуірінде елін, жерін шапқаншы жаудан қорғап қалуда, елдің, халықтың бірлігін, ынтымағын нығайтуға зор еңбек сіңірген, хандарға ақыл кеңес берген. Бұл еліміз халықтың төрт құбыласын түгендеп
көрді. Кімдер туралы айтылған екен бейнематериалда? Иә, Дария? Төле би, Қазыбек би және Әйтеке. Иә? Бұлар біздің кімдеріміз? Қазақтың. Биі. Қайсысы қай жүздің биі екен? Талдап айтып берейікші. Иә? Дарын? Төле би қай жүздікі? Иә? Иә? Бекжан? Төле би ұлы жүздікі, Қазыбек би орта жүздікі, Әйтеке би кіші жүздікі. Солар үш би туралы жақсы мағлұмат алдық, ол кісілер біздің халқымыздың бірлігін, ынтымағын сақтап, дау-дамайларды қалай шешкен екен? Әділ шешіп, ел ішінде әділ билер болған, иә? Ондай болса, мен Қаздауысы Қазыбек би 1967 жылы өмірге келген екен. Ол орта жүздің төбе биі атанған. Қай жүздік екен ол? Орта жүздік екен. Ол шешендік сөздердің майталманы. Ол 7 жарғыны шығарған. Тәуке ханның 7 жарғысы бар ғой, соны шығаруға қайткен екен. Үлесін қосқан екен. Ол кісі 1967 жылы туса, шамамен 1764 жылы 97 жасында дүние салған дейді. Ол кісінің денесі қай жерде екен? Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленген екен. Ал енді екінші биіміз біздің кіші жүздің биі Әйтеке Байбекұлы. O da Қазақ халқының бірлігін нығайтуда үлес қосқан атақты үш бидің бірі, мемлекет қайраткері. Бұл кісі де қайткен екен? Тәуке ханның ұлы заңы 7 жарғыны жасауға қатысқан екен. Осы біз енді Төле биді өттік. Бүгін кімдермен танысады екенбіз сонда балалар? Қазыбек би мен Әйтеке би туралы. Енді ондай болса балалар, келесі тапсырмамыз. Мына жерде бізде оқулықта қандай тапсырма тұрады бізге? Қазыбек биді. Не қымбат, не қиын деген өлең тұр екен. Иә, балалар? Мен бірінші қайтып беремін, оқып беремін, тыңдаймыз, одан кейін өзіміз оқимыз, иә? Не қымбат? Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, мейірімді апаң қымбат, туып өскен елің қымбат, ұят пенен ар қымбат. Қазыбек би. Екінші өлеңін тыңдап көрейік. Не қиын? Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқалаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, спаспаса серт қиын, тентек болса ұл қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың. Қазыбек би дейді. Ондай болса балалар, мына жерде сөздік жұмысын жүргізіп кетейік. Қандай сөз түсініксіз екен бізде? Дерт. Дерт деген не екен? Ауру, иә, науқас. Оны не дейміз? Дерт деп айтады екенбіз, иә. Осы сөз қарайықшы өлеңдерге. Қымбат, алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат. Бірнеше рет қайталанып тұрған сөздер бар ма өлеңнің ішінде? Қай сөз қайталанып тұр, қайтады? Қымбат деген сөз қайталанып тұр екен, иә? Яғни бұны қандай әдіс деп айтады екенбіз? Қайталау әдіс екен, иә? Оны не үшін пайдаланады екен? Сөздің мағынасын күшейту үшін қолданған екен, иә? Ал енді жақсылап тұр осы өлеңді оқиғалым деп. Не қымбат, не қиын деген. Несібелі оқи ғой. Не қымбат? Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, мейірімді апаң қымбат, туып өскен елің қымбат, ұят пенен ар қымбат. Не қиын? Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шаншылған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, тентек болса ол қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың. Сырым. Не қымбат?
Алтын ұяң одан қымбат, құт берекең атан қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, мейірімді апаң қымбат, туып өскен елің қымбат, ұят пенен ар қымбат. Не қиын, арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шаншықлаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаса серт қиын, тентек болса ұл қиын, естеріңді біле алмай, ашыды сонда бас миың. Нұрмәди. Не қымбат, алтын ұяң одан қымбат, құт берекең атан қымбат, аймалайтын анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, мейірімді апаң қымбат, тауып өскен елің қымбат, ұят пенен ар қымбат. Не қиын, арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышпаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, тентек болса ұл қиын, не істерін біле алмай, ашыды сонда бас серт қиын. Енді ағай Айтеке шеше туралы оқиға көрсетіп оқимыз. Айтеке шеше, артына аталы сөзі қалған, есімі ел жадында сақталған шешелердің бірі. Айтеке, ол кезінде ел басқарған туған қайраткер деп ойластырып, бір әмірді ауылына келіп отырған Төлебі мен Қазбек Айтекеден жігіттің жақсысы қандай болады деп сұрапты. Дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзінен тоқтата білген дейді Айтеке. Жер дауына байланысты Орман бет биге айтқан бір сөзінде Айтеке: бай болсаң халқыңа пайда дейсің, батыр болсаң жауға майдан дейсің. Бай болып елге пайда тимесе, батыр болып жауға майдан тимесе, елден бөтен үйің күйсін деген екен. Дәрия. Айтеке шеше, артына аталы сөзі қалған, есімі ел жанында сақталған шешелердің бірі Айтеке. Ол кезінде ел басқарған, қоғам қайраткері де болған. Бір аңызда ауылына келіп отырған Төлебі мен Қазбек Айтекеден жігіттің жақсысы қандай болады деп сұрапты. Дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген дейді Айтеке. Жер дауына байланысты Орманбет биге айтқан бір сөзіне Айтеке: бай болсаң халқыңа пайда дейсің, батыр болсаң жауға найзаң дейсің. Бай болып елден пайдаң тимесе, батыр болып жауға найзаң тимесе, елден бөтен үйің күйсін деген екен. Ондай болса балалар, біз түсіндік қой өлеңнің мазмұнын, иә? Не қиын, не қымбат деген, иә? Не қиын, не қымбат деген. Сол бойынша қазір балалар қайтеміз көрме жұмысын ұйымдастырамыз. Яғни сендер не біреуін таңдаймыз екі өлеңнің. Не қиын ба, болмаса не қымбат. Соған сурет салсақ болады, болмаса постер, ассоциация жасасақ болады, иә? Сондай жұмыстарды өз бетімізбен жасаймыз. Қазір сендерге бұл тапсырма бойынша берілетін бал, сендер қазір бәрімізді екі оқыды ғой, қалғандарын оқи бересіңдер, ал қалған оқушылар қайтеміз шығармашылық жұмыс жасай береміз. Жарай ма? Соған байланысты сурет салсаңдар да болады, болмаса постермен көрсетсеңдер болады. Не қымбат, не қиын. Екі өлеңнің бір мазмұнына қарай, сол өлеңнің мазмұнына қарай сурет сап, не болмаса қайтеміз постер жұмысын қорғайды екенбіз. Ал кірісеміз. Бар бірақ аққағаздарымыз бар, е? Шетінен оқыта берем, яғни жақсы мәнерлеп оқығанға бір балл береміз, үстінге жұмысын қорғағанға бір балл береміз. Сонда қанша тапсырмай, қанша балл алады екенбіз осы тапсырма бойынша? Екі балл алады екенбіз. Айнан өлеңді оқып берем, бұрадан сурет сала отырып. Не қиын, Не қиын, не қымбат. Алтын ұяң одан қымбат. Құт берекең атан қымбат. Аймалайтын анаң қымбат. Асқар тауың әкең қымбат. Мейірімді апаң қымбат.
атам қымбат, айналайсың анам қымбат, асқар тауым екен қымбат. Мейірімді апам қымбат, туып өскен елім қымбат, ұят пен ар қымбат. Қазірет би, не қиын, арада шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, жаны шықлаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, тентек болса ол қиын. Не істерімді біле алмай, ашылды сонда бас қиын. Қазірет би. Так, оқисың ба, оқи ғой. Мен қымбат, алтын ұян отан қымбат, күш берекен анам, атам қымбат, айналайтын анам қымбат, асқар тауын әкем қымбат, мейірімді апам қымбат, туып өскен елім қымбат, ұят пенен ары қымбат. Арада шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шан шықпаған сөз қиын, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, тентек болса ол қиын, не істерін біле алмай, ашып сонда бас қиын. Саламыз. Боясақ та болады. Сүрмені сызсақ та болады. Аяқтайды қапса бала? Ал енді кім тақтабаққа өзінің несімен сөйлейді, салған сөйледі бойынша. Не салды? Қай өлеңнің мазмұнына сәйкес салды екен? Не қымбат екен? Бұл үшін табиғат, отан және отбасын тұрады. Отбасы, туған жерің екен, суретің өте әдемі, керемет, бояқта үлгерген екен. Жарайсың, қазусында көрмей ұйымдастырамыз бала, жақсы. Тағы кімнің суреті дайын, жұмысы дайын. Айзере, Айзере жұмысы дайын екен. Мен не қиын өлеңнің мазмұнына сәйкес сурет салдым. Бізге не қымбат? Отан қымбат, отбасы қымбат, туған жерім қымбат. Менің ойым солай. Өлеңнің мазмұны бойынша, отан, ата-ана, туған жер. Қойып кетеміз сонда. Тағы жақсы, келе қояйық. Суреттің не қиын өлеңнің мазмұнына атап салдым. Ертес, бала, табиғаттағы ағаштың тұтас. Не қиын дегенге, тентек болса, ол қиын дегенде соған салдың, яғни ол үшін қандай екен? Ата-анасына ол қиын екен, ол
Келбек бала қандай болады екен? Тентек бала ол ағаштарды сындырып. Иә. Жәндіктерге өзінің зиянын тигізеді, жолдастарына өзі сыйламайды, иә? Сондай болуымыз керек пе біз? Жоқ. Ондай бала ата-ана үшін қиын дейді. Жарайды. Сезім. Ең қымбат өлеңдер постер салып. Мен үшін отаным қымбат, атам қымбат, анам қымбат, әжем қымбат, ұят қымбат, елім, әкем қымбат. Жарайды сіздер. Керек. Қойып қоямыз, ана жерден көрмеушісіңдер. Ал өрен келе ғой. Мен үшін ең бірінші отбасым қымбат. Ата-әжем, әкем, анам. Одан кейін мен үшін екінші қымбат отаным. Қазақстан. Иә, отаным, иә. Үшінші мен үшін кітап қымбат. Иә. Білім қымбат деген, иә, саған? Қымбат. Жақсы. Жарайды, суретімізді сонда қойып кетеміз. Айзере. Қиын ғой, иә? Тамаша. Мен бәрінің жұмыстарымды көрдім. Жарайсыңдар. Бәрі жұмыстарыма қарай бағалауды қайтып шықтым. Иә? Өздеріңе ескерте отырып, ескертуге сәйкес қайтып бағаладым. Иә? Ал ондай болса, жұмыстарымды маған береміз. Бәріміз жасаған жұмыстарымызды қоямыз. Аттарымыз жазып қойды, осында қойып қойды. Осында болды. Жақсы. Бәріміз өзінің жұмыстарымызға қарай қайттық. Балдарымызды алды. Сен сүйретінің бердің бе? Сен сүйретінің тамаша. Ондай болса балалар? Енді қазір түртіп алу әдісі. Балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз, иә? Дәптермен жұмыс. Ода Әйтеке бидің ішіндегі қараймыз дәптермен. Әйтеке бидің мәтінінде қайсы шешендік сөз, қайсы ішіндегі нақыл сөз? Қайсы нақыл сөз? Иә? 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 Бай болып пайда немесе батыр болып жоға назар немесе едерден бөтен үйім дейсін. Қайтадан оқып жібереміз. Бай болсам халқына пайда немесе батыр болсам жоға назар. Бай Осы- болып елге пайда немесе батыр болып жоға назар немесе елден бөтен үйім дейсін. Дәптерге жазып аламыз. Сол нақыл сөз, иә? Қарап шығарда кім қатесіз әдемі жазды, соған бір бал беремін. Нақыл сөзді қайтып аламыз. Әдемілеп жазамыз.
Әдемі, жақсы жазған балаларға 1 балл. Қатесіз жазғандарға. Қатесіз жазған балаларға. Жақсы балалар. Ал енді бұл қаламызға қояйық. Ішіндегі нақты сол түсінікті болды. Осы бойынша бізде Әйтеке шеше мәтініндегі жігіт қандай болу керекте қазір ой толғамайық. Әркім өз ойыңызды айтайық. Жігіт қандай болу керек? Жақсы жігіт қандай болу керек? Жақсы. Біз бағана Әйтеке биде, Қазбек биде, Қазбек биде тентек жігіт деген, ол жақсы емес деді. Енді мына жігіт қандай болу дегенде, Әйтеке биде қандай болу керек екен? Сабырлы, халқына пайдасы тиіп керек. Соны өз ойларыңызбен кішкене ойланып алайық. Жақсы жігіт қандай болу керек? Жақсы жігіт. Ойланамыз. Жақсы жігіт қандай болу керек? Жақсы жігіт қандай болу керек? Соған өз ойын айтқан балаға қайтеміз? 1 балл беріледі тағы. Жақсы жігіт. Айнаш. Жақсылардың үлгісі жанып тұрған бал. Жоқ, жақсы жігіт қандай болу керек? Жақсы жігіт намысты, батыр. Батыр, Сергей. Сабырлы. Тағы 4 қасиетін айтайық. Қандай? Ақылды, жақсы. Айзере. Намысшыл болу керек. Еліне қорған болу керек. 2-ші, тағы. Ақылды болу керек. 3-ші, 4-ші. Батыл болу. Батыл болу керек. Жақсы. Несібелі? Жақсы жігіт, адал, мейірімді, сабырлы, намысшыл болу керек. Қанша айтты? Ақылды. Ақылды, адал, Тағы. мейірімді, Сабырлы. Жақсы. Айзере. Жақсы жігіт, сабырлы, батыл, намысшыл, ақылды. Жақсы. Нәрия? Жақсы жігіт қандай болу керек? Жақсы жігіт, шыншыл, Шыншыл, батыл. Тағы. Ақылды. Намысшыл, жақсы. Бекжан. жақсы жігіт, Сен жігітсің ғой, жақсы болсын сенде бойыңда қандай қасиет болу керек екен? ақылды, намысшыл, байсалды, шыншыл, ақылды болу керек. Жарайды. Көреді. Сен жігітсің қандай болу керек? Батыл болу керек, халқына қамқор болу керек, ақылды болу керек және намысшыл болу керек. Жарайды. Ондай болса, балалар енді оқулығымыздың келесі бетінде ашайықшы Бізде тақтада не тұр? Мына жерде өлең тұр, нақыл сөз. Оқып жіберейікші. Жанып тұрған малды, шешендерін сөздері ағып тұрған шамады. Ағып тұрған недей? Шамдай дейді. Өлеңде енді біз бұл жерге бұдан тапсырмадан мен қанша балл берем? Қазір
өлеңнің қатесін түзетеміз және де сондағы сөздің мағынасын ашамыз. Қатесін түзетеді. Кім қатесін түзетеді? Қай жері дұрыс емес? Қалай болу керек? Дария? Жақсылардың үлгісі жанып тұрған шамдай, шешендердің сөздері ағып тұрған балдай. Қандай екен? Жақсылардың үлгісі жанып тұрған шамдай, шешендердің сөздері ағып тұрған балдай. Тамаша. Жақсылардың үлгісі жанып тұрған шамдай, шешендердің сөздері ағып тұрған балдай. Жарайсыздар балалар. Сендерге тамаша. Дұрыс. Бұл жерде бал деген қандай зат? Сұйық зат. Шам деген ол жарық беретін зат. Сондықтан бізге қайту керек екен? Шам, жарық сияқты бізге шашқан нұрды алуымыз керек. Ондай болса, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма, болмады ма, кері байланысты береміз. Ол алдарында не бар? Алма, жеміс ағашы арқылы, жеміс ағашы арқылы. Аттарымыз жазамыз да үйге сабақ қызықты болса жазып стикер жаттаймыз. Сабақ аздап түсінікті болса сары, ал мүлде түсінбесте қызыл стикерді. Үйге қайтеміз? Қазбек бидің әдебиетке бидің шешендік сөздерін жаттап келеміз. Ал енді іліп жібереміз балалар. Кері байланысты. Buradan ballar. Бүгінгі бағалау парақтарыңды әркім өз балдарыңды қайтты деп қойдық қой, сол бағалау парағын маған береміз. Мен сол бойынша қайтемін, кімнің қанша бал алғанын күнделікке қоямын. Ал ондай болса, сабақ бүгін бәріне түсінікті қызықты болған екен. Жарайсыздар балалар. Ондай болса, орын тұрайық. Бүгінгі сабаққа бәрін өте жақсы керемет қатысыңдар. Мен сендерге риза болдым. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.